Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын сіздерге жеткізуші арна. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Юрген Клоп Германия ұлттық құрамасын баптайды деген жаңалықтар көбейді. Килиан Мбаппе жігіт болды, қыз тапты. Реал Мадридта кім-кімге өкпелі? Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда, достар. Осы 13-ші сектор арнасына жазыла отырыңыздар. Сіздер үшін жиі жаңалықтар шығаратын футбол ақпараттары. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Реал Мадрид сапында басшылыққа, бапкерге өкпелі ойыншылар бар екен. Не үшін өкпелі десеңіздер, алаңға аз уақыт шығатындарына, мүлдем алаңға шықпай жатқандарына өкпелері бар екен, наздары бар екен. Енді бұл ақпараттарды тілшілер Карло Анчелоттиға қоятын болса, Карло Анчелотти: мен бұл мәселелерге сіздердің алдарыңызда жауап беруге тиісті емеспін. Біз іште бәрін шешіп аламыз өзіміз. Кімнің қай кезде қалай ойнайтынын мен жақсы білемін, депті Карло Анчелотти мырза. Шынымен де қазір Реал Мадридта қай ойыншыны алып тастасаң да өкпелеп қалатындай ойыншы. Қазір Реал Мадридтің құрамы өте мықты. Бәрі де негізгі құрамда ойнауға лайықты деп айтсақ болады. Енді өкпелеп жүрген ойыншылардың ішінде Лука Модрич бар екен, Начо бар екен, Кепа Аризабалага бар екен. Нақты аты аталған осы ойыншылар екен. Бірақ та бұның бәрін Карло Анчелотти реттейді деген сенімдеміз. Енді Кепа Аризабалагаға ештеңе айта алмаймын. Модричқа ұзағырақ уақыт беруге болады алаңда ойнауына. Модрич әлі жоғары деңгейде деп санаймын. Осындай арасында, клубтың арасында кішігірім кикілжіңдер болып жатыр екен Реал Мадридта кейбір ойыншылардың тарапынан. Енді Хвича Кварацхелия туралы әңгімелесейік. Хвича Кварацхелия Наполида қалады деген ақпараттар болған еді. Қалады ма, қалмайды ма, әлі де белгісіз екен. Хвича Кварацхелияның агенті айтты: біз Аурелио мырзамен, Наполидің президентімен қазір тығыз байланыстамыз. Келіссөздер бір ашылады, бір жабылады, нақты ештеңе жоқ. Жалпы негізінде осы маусымның соңына дейін нақты нәрсе болмайтын тәрізді. Хвича Кварацхелия туралы нақты ақпараттар мамырдың соңына қарай бірақ шығады деді Хвичаның агенті. Енді агентінің ресми ақпараты бұл. Осыған қарап, Наполи клубы Хвича Кварацхелияны сатқысы келетін тәрізді. Наполи клубының басшылары келісімшарт созуы қажеті жоқ деп санайтын тәрізді. Және де егерде дәл қазір Хвича Кварацхелияны сататын болса, 80 миллион евро трансфер маркеттік құны, 80 миллион евроға да саталады, 100 миллион евроға да сата алады. Ертеңгі күні қалай болады белгісіз. Сондықтан да қазір пигында өзінің жоғары деңгейінде тұрған кезінде сатып жібергісі келетінде тәрізді. Сондықтан да қазір нақты жауап бермей отыр. Мамырдың соңына дейін күтеді, сосын қой сатайық деген шешімге келетін сияқты. Егерде сатқан жағдайда Хвича Кварацхелияға қандай клуб жақсы ақша ұсына алады, бұл бір. Екіншісі, Хвича Кварацхелияның өзі қай клубқа жақсы жарасады. Сіздердің ойларыңызша. Өз ойларыңызды әлбетте пікірге, комментарияға жаза отырыңыздар, достар. Германиялық Bild басылымының айтуынша, Юрген Клопқа бапкердің орынын дайындап қойған екен. Орындығын сүртіп тазалап, жаман нәрселердің бәрі алдыңғы бапкерлермен кетсін деп Юрген Клопты күтіп отыр дейді. Нагельсман енді жазға дейін Германия ұлттық құрамасын баптайды. Одан кейін уақытша біреу отыра тұруы мүмкін орнына. Нақты 2025 жылдан бастап Юрген Клоп баптайды деген ақпараттар бар. Германияны Юрген Клоптың өзі де соны сезіп, Ливерпульдан кетіп жатыр. Арада бір жыл демалыс алғысы келеді. Одан кейін бір жыл әлем чемпионатына дейін дайындағысы келеді. Әлем чемпионатта осы Юрген Клоптың Германияны алып шыққанын қалайды екен Германияның футбол федерациясы. Жалпы Bild басылымының айтуынша осылай. Юрген Клоптың болжамы да осындай деп санайды. Юрген Клоптың өзі де келесі қадамы ұлттық құрама болғанын қалайды, және де ол Германия ұлттық құрамасы. Германия ұлттық құрамасы Юрген Клоппен бірге күшейеді деген сенімде. Оған енді шүбә жоқ, біздің де күмәніміз жоқ. Клоп жақсы деңгейде Германияны көтереді деген ойдамыз. Одан кейін барып қайтадан клубтық деңгейлерге келсе болады. Юрген Клопты құшағын аша қарсы алатын клубтар көп. Не дегенмен де Юрген Клопты мен өзім де ұлттық құраманың бапкері ретінде көргім келеді. Германия ұлттық құрамасы осындай бір жақсы нәтижеге жете алса, өте тамаша болар еді.
Әй, Мбаппе ұсталмайым деп ойладың ба? Біз ұстап аламыз ғой. Жалпы Мбаппе Реал Мадридқа ауысады деген ақпараттар бар. Не себепті? Себебі Реал Мадридті өте қатты жақсы көреді біріншіден, екіншіден Мбаппенің кумирлары Криштиану Роналдо, Зинедин Зидан деген сияқты. Бірақ та бұлардың бәрі бары бар. Не үшін асығып жатыр Килиан Мбаппе Мадридқа? Себебі испаниялық әншіге ғашық болып қалған екен. Баланың ғашығы Лола деп қоясың әлгі жерде. Лола Индиго деген әншіге испаниялық ғашық болыпты Килиан Мбаппе. Және де соған қарай баруға асық болыпты. Сондықтан да Мадридқа асығып жүр екен қазіргі таңда. Алдындағы ақпараттарға, испаниялық басылымдардың ақпараттарына сүйенетін болсақ, Лоло Индигоға қатты ұқсайтын бір қызбен Барселона қаласының ресторанында Килиан Мбаппені байқап қалған екен. Енді бұған келетін деректерді айта кетсек, Килиан Мбаппенің Instagram парақшасында бәрі футболшылар, клубтар, спортсмендер деген сияқты. Ал енді солардың ішіне Лоло Индиго қосылып кетіпті. Лола Индигоға Instagram парақшасына жазылған екен Мбаппе. Олай болса жастарға бақыт тілейік, сүйгеніне сүрінбей қосылады деген тілектеміз, сенімдеміз. Себебі осы маусымнан кейін Парис Сен-Жерменнен кетеді Килиан Мбаппе Лоло Индигоның еліне. Достар, бүгінге осы 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қойыңыздар, себебі сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын керемет арналардың бірі. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, достар.